Сәлем достар, телефондағы ECP-ны алып үйренетін боламыз. EGOV Mobile программасын жүктеп аламыз. Содан кейін вход дегенді басамыз. Использовать мой ECP деп тұр, және выпустить новый деп тұр. Екіншісін таңдаймыз, новый дегенді. Басқаннан кейін осы жерге номерімізді тереміз. Өзіміздің базаға тіркелген номерімізді. Код келеді. Код тереміз. Неге код келді. Және видео проверкіден өтетін боламыз. Начать дегенді басуымыз керек. Басқаннан кейін уже проверкіден өтеміз. Егер базада бұл номер тіркелмеген болса, онда жаңағыдай электронный правительствоға звондауымыз керек. Видеозвонокпен удостоверениемізді ұстап отырып. Міне біз видео проверкіден өттік. Тексеріліп жатыр. Осылай шығу керек. Разрешить деп басамыз. Мына жерде өзі негізі пароль ойлап тауып береді, бірақ өзіңіз ауыстырып алсаңыз болады. Содан кейін быстрый код тереміз. Содан кейін болды. Вход дегенді басып жібересіз мына жерде. Жоғарысында вход регистрация дегенді басамыз. Басқанда автомат кіреміз. My ECP деп тұр, мінекей. Біздің екі ECP-іміз, біреу для подписи, біреу для авторизации. YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоға лайк басыңыз.